Қалайша бір ғана лимон суы арықтауға көмектесуі мүмкін. Сонда эксперимент жасап көруге шештім. Нәтижесі мені таң қалдырды. Менің видеомды көрмес бұрын арнама жазылып, лайк басып, соңына дейін көруді жалғастырыңыз. Лимон суымен экспериментті бастамас бұрын мен интернет кітаптарды ақтарып шықтым. Тіпті таныс дәрігерлерімнен де кеңес алдым. Біз күнделікті шайға қосатын лимон С, Е және В дәрумендер тобына минералдарға бай екен. Соңғы зерттеулер бойынша лимон суының 1/4 стаканы ағзаға күнделікті қажет С дәруменінің 31%, жүрекке пайдалы фолий қышқылының 3%, және қан қысымды ретке келтіруді керемет көмектесетін калийдің 2%-ын бере алады екен. Лимон мен судан дайындалған сусын ел арасында керемет детокс сусын деп аталып кетті. Одан бөлек зерттеулер жалғаса келіп, бір топ адамдар лимон қосылған судың ағзаны бүйректегі тастан қорғайтын керемет сусын екендігін атап өтті. Канада дәрігерлері де лимон жайлы өз зерттеулерін жасады. Нәтижесінде оларда аш қарынға ішілген лимон суының ағзаға ерекше пайдалы әсерін анықтады. Осы әдісті мен өзім экспериментімде қолданған болатынмын. Күнделікті ерте оянып, жарты лимон суын сығып, оның 1/3 бөлігін ыстық суға, 1/4 бөлігін жылы суға араластырып ішетінмін. 15 минуттан соң таңғы асқа кірісетін едім. Эксперимент нәтижесінде мен өзім армандаған нәтижеге қол жеткіздім. Егер сізде менің экспериментімді қайталап көргіңіз келсе, лимон суы ағзаға үшін зиянсыз, алайда құрамындағы қышқылдар тістегі эмальға кері әсер етуі мүмкін. Оның алдын алу үшін сусынды түтікше арқылы ішуге кеңес беремін, және сусыннан соң міндетті түрде ауыз қуысын сумен шаюды ұмытпаңыз. Ал сіз тістермен өте үлкен проблемалар болса, онда экспериментті бастамас бұрын тіс дәрігерлеріне барып тістеріңізді емдетіп алыңыз. Мен сіздерге бірнеше рецепті бөлісетін боламын. Бірінші рецептім лимон, қияр, судан жасалған сусын. Жарты лимон суын сығыңыз, одан қиярдың 1/4 бөлігін дөңгелектеп турап алып, ішіне стакан толғанша су құйыңыз. Сусында 10-15 минут бос қалдыра тұрыңыз. Сусын дайын. Қияр бәрімізге пайдалы, калийге бай. Ол қан қысымын төмендетіп, денедегі артық суды шығаруға көмек беріп, метаболизмді тездетеді. Нәтижесінде салмақ тастауға көмек беретін керемет детокс сусын дайын болады. Екінші рецепт лимон, бал және судан жасалған сусын. Ол үшін жылы 2 стакан суға 2 шай қасық бал мен 1 лимон суын қосыңыз. Егер бәрін дұрыс істесеңіз, сізде ағзаға пайдалы сусын шығады. Үшінші рецепт лимон, жалбыз және судан жасалған сусын. Бұл сусын сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, салмақ тастауда көмектеседі. Жарты лимон суына жылы су мен жалбыздың 4 және 5 жапырағын қосыңыз. Соңғы рецепт лимон, сембір және судан жасалған сусын. Бұл сусын метаболизмді тездетуге керемет көмек береді. Сонымен қоса ағзадағы токсиндерден тазалайтын қасиетке ие. Алдымен 28 грамм зімбірді ашып, майдалап тураңыз. Одан соң ішіне су құйып, бір түнге тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Таңертең дайын сусынды жылытып, ішіне лимон суын қосып, күні бойы ішіңіз. Бұл сусынды ыстық емес жылы және суық күйге ішуге кеңес беремін. Сонда сусын өзінің пайдалы дәрумендерін сақтап қалады. Видеомыз сізге ұнады ма? Егер ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментке эксперимент жайлы өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.